жүрегім ауырып бір бөлмеден екінші бөлмеге жүре алмай қалған кездерім, мен түн ішінде оянып кеттім да, ана екінші бөлмеге жетем дегенше жібек әдемі айым деп мен қазір жолда жүрегім тоқтап қалайын деп жатыр деймін да, ауа жетпей осындай жағдайға дейін мен күнде түн басталғанда мен тез таң атса екен деймін, себебі менде түнде жүрегім соғу басталады. Кейін қарап отырсам ол паникалық атака, паникалық шабуыл басталады. Қиналамын, дәрі. Мен қазір ас бөлмемдегі бір полка тек жүректің дәрісі, жаңағы успокоительный дәрілер толып тұр. Бұл ситуацияда екі позиция бар: жалғыздық тастанды сезіммен кездесу немесе жертва. Бұл кісі жертва болды. Адам жертва болған кезде оның астында өзінің қажеттіліктері бар, яғни вторичный выгодасы бар. Не үшін жертваны таңдады? Психологиялық тұрғыдан түсіндіріп көрейін. Егер де жертваны таңдамаса, онда ол жалғыздық тастанды сезіммен кездесу керек болады. Ал егер бұл тастанды сезімде көп қорқыныш, үрей, травмированный опыт болса, ол бұл сезіммен кездеспейді, оған ми жібермейді кездесуге. Сондықтан ол адам тәуелді қарым-қатынас құрады. Яғни мен жақсы көремін, менің махаббатым деген нәрселерді айтады. Яғни тәуелділікті махаббат сезіммен шатастырады көбінесе адамдар. Осылай ұзақ жылдар бойы жертва күйінде өмір сүреді. Бізде қоғамда жалғыздық тастанды сезімнен бәрі қорқады, одан қашуға әрекет етеді. Одан адам қаша алмайды, өйткені жалғыздық тастанды сезім ол адамның ішінде отыр, ол Құдайдың берген сізге сезімі. Егер де ол сізге үрей, қорқыныш әкелетін болса, ол жерде травмированный опыт болса, онда психолог маманмен жұмыс жасап, ол травманы ресурсқа айналдыруға болады. А егер де психолог маманмен жұмыс болмаған болса, онда ол адам оның құрбаны болады. Басында жан азабын тартады, потом дерт азабын тартады, яғни ауруға айналады. Сізбен бірге болған мен, қазақ тілді психолог Айғаным.